Бұл поэмада қазақ даласы, кең байтақ өңір, бәйге мен тойлар, дәстүрлі өмір салты айқын суреттеледі. Поэманың басты кейіпкері Ақан сері, өзінің өлеңдерімен күймен жұртты тебірентетін ақын сазгер. Ақан серінің тіршілігінде оның ардақты аты құлагері ерекше орын алады. Құлагер жылдамда әдемі тұлпар, бәйгелерде үздік ат, қазақ даласының мақтанышына айналған жылқы еді. Дала тойларында байлар мен жайсаң адамдар арасында үлкен бәйгелер өтеді. Құлагер әр бәйгеде бірінші келіп, өзінің жылдамдығы мен халықтың ықыласына бөленеді. Бірақ осы жетістікке қызғаныш пен араздық туындайды. Кейбір байлар мен соқырлыққа салынып қалған адамдар құлагердің үздік болуына жүрмейді. Сол бәйгенің бірінде құлагерді қастандықпен өлтіреді, атқа жасырын шабуыл жасап, оның өмірін қию арқылы бәйгеден алып тастайды. Бұл оқиға тек бір жылқының шыңнан құлауы ғана емес, ол адамдар арасындағы әділетсіздіктің, күндестік пен қызғаныштың белгісі болатын трагедияға айналады. Құлагер шын мәнінде жоғалтылған достық пен әділетсіздікке қарсы ауыр мұң, адамзаттың ішкі қайшылықтары туралы поэтикалық ой. Бұл поэма қазақ әдебиетінде ұлт рухының ұлы шыңдарының бірі болып саналады. Ілияс Жансүгіровтің Құлагер поэмасын оқуға кеңес беремін. Себебі бұл шығарма жай ғана жылқы туралы емес, адам тағдыры мен әділетсіздік туралы терең ой салады.